Мына шындықты көп имамдар мен ұстаздар дұрыс жеткізбейді. Қараңыздар, ана жақта бір кісі сыпырып жинап жатыр, тазалап жатыр парктың ішін. Ал арғы жақта бір жігіт LX 600-бен кетіп бара жатыр. Яғни жағдайы домалақ. Енді тұрып біреу ойлауы мүмкін. Неге Құдай әділетсіз? Неге менің жағдайым өзгермейді, мен кедеймін? Ал біреу болса Дубайда қыдырып жүр, бизнесінің бәрі керемет, ай сайын 10-15 миллион теңге табады. Не деген әділетсіз Құдай бұл? Неге менің тағдырымды осындай қылды? Деген оймен өзін әрдайым жегідей жеуі мүмкін. Бұл ойлаудың ең жеңіл, ең үстірт түрі. Жаратушы Құдай адамзатты жаратқан кезде белгілі бір мамандықтармен жаратқан жоқ. Сен кедей болу керексің, сен бай болу керексің, сен көше сыпырасың, сен бизнесмен боласың деген жоқ. Құдай адамзатқа 3 нәрсе берді. Біріншісі ақыл, екіншісі таңдау, үшіншісі мүмкіндік. Ал сенің қазіргі өмірдегі орның сол таңдауыңның нәтижелері. Яғни бір адам күнделікті өзін дамытады, білім алады, ойланады, мақсаттар қояды, тізбектеп неше түрлі жоспарларын жасайды. Ал екіншісі болса, өзін неше түрлі қорқынышты ойлармен шектеп қояды. Болмай қалатын сияқты, менен шықпай қалатын сияқты, бүйтіп басашы, сөйтіп басашы деген ойлармен жүреді. 10 жыл өтеді, 10 жылда әлгі бірінші адам дамиды, өседі, ал екінші адам болса өспейді, орнында қалады. Сөйтіп, неге Құдай менің тағдырымды осылай жазды екен? Мен не жаздым Құдайға деп өмірге шағымданады. Шындық оның күнделікті өте ұсақ таңдаулар жасағанында, сол таңдаулары оның өмірін толықтай құрастырып берді. Тағы бір маңызды нәрсе, көп адамның кедей болуы ақшаның аздығында емес, ойлаудың тар шеңберде айналуында. Егер кішкентайынан адам маған бәрі қиын, мен істей алмайтын сияқтымын, менен ешнәрсе шықпайды, өмір әділетсіз деген сеніммен өмір сүретін болса, сол сенімі оның өмірін тарылтатын болады. Жаратқан Құдай саған ақыл берді ойлану үшін, ерік берді таңдау үшін, және де уақыт берді бәрін өзгерте алуың үшін. Тағдыр деген нәрсе Құдай маған осылай жазып қойды дейтін сылтау емес. Тағдыр бұл саған берілген мүмкіндік. Сен өз өміріңді өзің құрастырасың. Егер Құдай бәрін саған күштетіп істеп қоятын болса, онда әрекет, еңбек, жауапкершілік, шешім деген ұғымның ешқандай мәнісі болмас еді. Ал мына шынайы өмірде сен күнделікті таңдай аласың. Өсу ме, тоқтау ма, шағым ба, жоқ әлде әрекет пе, даму ма, жоқ әлде қорқыныш па? Бәрі сенің таңдауыңда. Сол үшін санасы дұрыс адам өзіне дұрыс сұрақ қою керек. Неге менің өмірім осындай деп емес, менің таңдауым, менің шешімім, менің әрекетім қандай өмірге мені апара жатыр? Сол кезде ғана адам тағдырды кінәлауды тоқтатып, өз өмірін толықтай басқаруды қолына алатын болады.